Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Есімім Кәкима. Бүгін мен тоқыманы бастаймын, үйренем деген жандарға алғашқы қадамдарды көрсеткім келіп тұр. Сіз егер осыған дейін тоқыманы қолыңызға ұстап көрмеген болсаңыз, ең алдымен жіпті таңдап аласыз. Біз бүгін алғаш үйреніп жатқандықтан орташа жуандықтағы жіпті алдық. Одан кейін спицы таңдаймыз. Менде номер 3,5 мм. Біз олай болса бастаймыз. Жіпті керегінше тарқатып аламыз. Жіптің ұшы, мінекей, жіптің ұшы сол қолымызға ілеміз. Жіптің ұшы бас бармақта тұрады. Рабочая нит дейді ғой, сұқ саусақта. Одан кейін жіпті әкелеміз де алақанның ортасына қойып, екі саусақпен басамыз. Спицаны бірдей қылып аламыз ұшын. Одан кейін жіпті өзіңізге қарай тартасыз, ұстап тұрасыз. Бас бармақтағы жіптің астынан өткізіп, іліп аласыз да, сұқ саусақтағы жіпті іліп аласыз. Іліп аласыз да, бас бармақтағы жіптің ортасынан өткізесіз. Бас бармақпенен жіпті өзіңізге қарай тартасыз. Спицада 2 петля пайда болды. Ары қарай жалғастырамыз. Өзіңізге қарай тартасыз. Бас бармақтағы жіптің ортасынан спицаны өткізесіз де, сұқ саусақтағы жіпті іліп аласыз. Бас бармақтағы жіптің ортасынан өткізесіз де, бас бармақпенен жіпті өзіңізге қарай тартасыз. 3 петля. Ары қарай жалғастыра береміз. Өзіңізге қарай тартасыз. Бас бармақтағы жіптің ортасынан өткізіп, сұқ саусақтағы жіпті спицымен іліп аласыз да, бас бармақтағы жіптің ортасынан өткізесіз. Өзіңізге қарай тартасыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бас бармақ, сұқ саусақ, жіпті іліп аламыз, жіптің ортасынан өткіземіз. Жіпті өзіңізге қарай тартасыз. Жалғастырамыз. Бас бармақ, ортасынан өткізесіз. Сұқ саусақтағы жіпті іліп алып, бас бармақтағы жіптің ортасынан өткізесіз. Міне осылайнан ілмектерді, өзіңізге керек ілмектерді теріп аласыз. Мына жерде оң жағы, мынау сол жағы бұжыр-бұжыр. Егер де менің сабағым сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да пайдалы сабақтар болады.